Егер әйел балама смес беремін, баламды смеспен өсіремін дейтін болса, менің оған ешқандай қарсылығым жоқ, өйткені ол әрбір әйелдің өзінің жеке басының шешімі. Бірақ егер де сіз омыраумен емізуді сақтап қала алатын болсаңыз, яғни балаңызды тек қана омыраумен емізетін болсаңыз, оның көптеген артықшылықтары бар. Солардың бесеуін атап өтейін. Ең бірінші, сіз баланы омыраумен емізіп жатқан кезде, сіздің омырауыңыздағы сүт арқылы балаға антиденелер беріледі, яғни былайша айтқанда иммунитет. Сол арқылы ол иммунитет баланы түрлі инфекциялардан қорғайды. Екінші артықшылығы, омырау емген балада болашақта қант диабеті, жүрек аурулары, даже кейбір онкологиялық аурулардың қаупі төменірек болады. Үшінші артықшылық, ол омыраумен емізген әйелде статистика бойынша аналық бездерінің, яғни яичниктің қатерлі ісігі онкологиясы, яғни омырау онкологиясы, омыраумен емізбеген әйелдерге қарағанда қауіп төменірек болады. Төртінші артықшылық, омыраумен емізген әйел тезірек салмақ тастап, қалыпқа тезірек келеді. Және де бесінші артықшылық, әрине омыраумен емізу ол тегін және де өте ыңғайлы.